Жыр алыбы Жамбыл Жабаевтың туғанына 175 жылдығына орай өткізіліп отырған әдеби челленджді Құлайғыр ауылдық кітапханасы Есенгелді ауылдық кітапханасынан қабылдап алды. Жамбыл, өмір жыры. Өшпейді халық жыры қартаймайды, өшеді деп оны ешкім де айта алмайды. Халықтың жүрегінің түкпірінен төгілген күй шын жырға тайпалмайды. Алтындай ел ішінде сақталынған сұлу жыр судан тынық шайқалмайды. Еске алсам ертегіде ертен өткен талай жан жүрегінің жырын төккен. Есімде ескі ертегі аңыз қылған ұлы өмір жыланына шалғылдырған. Үскірік есіп тартып қара желі, көкпемді қабып аязға бұндырған. Жамбылдың жыр төгілген тілін байлап, үніне туған елін сағындырған. Құйылған бұлақтайын халық жыры маржандай таудан шашқан саңғырады. Ақынның жүрегіне шыққан өлең шарықтап ұшты ұстап талқылана. В орлиных просторах былой высоты, как чалые кони, вздыбились хребты. Над всем Житесу поднялся Алатау, исполнен величия и красоты. Снега на вершинах мерцания льют, косматые тучи нашли там приют. Они, золотясь при закате, клубятся и тайны жемчужных вершин стерегут. С покрытых снегами и льдами громад кипит, низвергается, бьет водопад, гремит валунами и пеной играет, из радужных брызг надевая халат. Есть земля, и на ней живет славных воинов гордый род. По зеленым ее полям бродит тучный и сытый скот. Есть страна, где велик простор океанов, полей и гор, и прозрачный, как лунный свет, и безбрежных, как даль озер. Там лесов недоступных тень, там зеленых жаляу сень, там широкой степи акын, там встречаешь и ночь, и день. Есть земля, что в себе хранит медь, железо, свинец, гранит. И об этой земле твоя молодая домбра звенит. Жамбыл Жабаевтың 175 жылдығына арналған әдеби эстафетаны Құлайғыр ауылдық кітапханасы Самарка ауылдық кітапханасына жолдайды.